әскери демократиядан ерте мемлекетке қарай. Барлығымыз білеміз, мемлекет бірден пайда болған жоқ. Халық бірден пайда болған жоқ. Басқару жүйесі бірден пайда болған жоқ. Сонда ең алғаш ежелгі заманда ежелгі тайпалардың алғашқы басқару жүйесі бұл әскери демократия болды. Әскери демократияның ішінде өздерінің әдеттік құқықтары болды. Яғни өздерінің бір нормалары болды. Сол нормаларға бағынды. Барлығы күшке, білекке сүйенді, ақылға сүйенді. Кейін әскери демократияның ішінде халық жиналысы көшбасшылыққа ие болды. Халық жиналысы бір тайпаларда жылына 3 рет, бір тайпаларда жылына 1 рет шақырылды. Онда өте үлкен маңызды мәселелер шешілді. Кейін халық жиналысы қарапайым әскери жасақтың жиналысына айналып кетті. Бұның себебі көсемдердің рөлінің артуы. Көсемдер көбінесе елді басқарды. Олар қолбасшы болды, олар кейде билер болды, олар кейде абыздар болды. Міне осылардың басқару жүйесіне байланысты көсемнің рөлі нығайды. Сонымен қатар туысқан адамдардың барлығы да бірігіп әскерді құрған болса, кейін арнайы туысқан тайпалар олар тайпалы одаққа біріге бастады. Яғни манағы тума туысқандардың құрған әскер жасақтары кейін тайпалы одаққа бірікті. Кейін тайпалы одақтан халық пайда болды. Көшпелілер мемлекетінің 3 үлгісі. Жалпы ғалымдар көшпелілер мемлекетін 3 кезең бөліп қарастырады. Біріншісі көсемдік мемлекет, екіншісі ерте көшпелілер империясы, үшіншісі дамыған көшпелілер империясы. Көсемдік мемлекеттің белгілері қандай болды? Туыстыққа негізделген, мұрагерлік билігі бар, көсем басқаратын саяси құрылым. Бұл жерде көсем бас қолбасшы болды, әскери қолбасшы болды, бидің қызметін атқарды, соттың қызметін атқарды. Негізгі күш, негізгі салмақ көсемге түскен болатын. Ал ерте көшпелілер империясының ерекшелігі рулық және рудан тыс байланыстарға негізделген көп сатылы саяси құрылым болды. Яғни бұнда көсемдік басқару жүйесіне қарағанда негізгі мемлекеттік аппараттар жұмыс істеді. Басқару аппараты, әскери аппарат, салық аппараты деген сияқты сол аппаратты құрып алып, оның басында арнайы басшылар отырды. Сонда ерте көшпелілер империясының басшысы осы аппараттың басшылары арқылы елді басқарып отырды. Ал үшінші кезең дамыған көшпелілер империясында мәжбүрлеу жүйесі мен заң пайда болды. Заң жүйесі бойынша билеуші өзі заңға негіздей отырып, халықты өзінің бағыныштыларын заң бойынша елді басқарды. Бұл заң нормасынан ешкім бұзып, немесе ешкім одан шығып кете алмады. Сонда 3 кезең болды. Мысалы, көсемдік басқару жүйесінде сақтар, үйсіндер, қаңлылар болса, ерте көшпелілер империясы ғұн империясымен тікелей байланысты. Ал дамыған көшпелілер империясы бұл Қазақстан жерінде пайда болған Моңғол империясымен байланыстырылады. Сақ патшалықтары. Алдыңғы сабақта айтқандарымыздай, сақтарда көсемдік басқару жүйесі болды. Яғни туыстас тайпалардың әскери саяси одақтары пайда болды. Яғни тайпалы одақтар негізінде ел басқарылды. Сақ көсемі соғыс пен бітім мәселесін шешті. Әскерді басқарды, елшілер жіберді, одақ жасады, басқарушыларды тағайындады. Әскери тайпалық ақсүйектерге көсемдер мен ақсақалдар жатқызылды. Сақ қоғамы әскери демократия түріне жатқызамыз. Қаңлы мемлекеті. Жер аумағы Сырдарияның орта ағысы. Кей деректерде Шаштың солтүстігі мен Сырдарияның орта ағысында орналасқан дейді. Немесе оңтүстік Қазақстан жерінде орналасқан. Сол кезде қаңлылар алғашында ғұндарға тәуелді болды. Кейін қаңлылар күшейгеннен кейін солтүстігінде қаңлыларға сарматтар мен аландар тәуелді болды. Астанасы Бидян қаласы болды.
Саяси тарихына келетін болсақ, біздің заманымыздан бұрынғы 47-46 жылдары қаңлылар солтүстіктегі ғұн билеушісімен бірлесіп үйсіндерге қарсы шықты. Бірақ кейін қаңлылардың өздері Қытаймен бірігіп ғұндардың жеңілуіне алып келді. Үйсін мемлекеті жер аумағы Жетісу, Тарбағатай және Тянь-Шань аумағында орналасты. Көбінесе Жетісу аймағында орналасқан деген сұрақ басшылыққа алынады. Қоғамдық құрылысына келетін болсақ, жоғары билеушінің лауазымы күнби, қытайша транскрипциясы гунмо. Сол күнбиден кейінгі бас уәзір Тулы немесе Дулы. Бұл сұрақ қазір бізде өте көп келіп жүр. Сонда сұрақты шатыспай Тулы жауабын белгілеп жібереміз. Мемлекеттің үшке бөлінді. Сол қанат, оң қанат және орталық немесе шығыс, батыс, орталық бөліктерге бөлінді. Астанасы Чигу қаласы, кейде Чигучен қазақша баламасы Қызыл аңғар қаласы ретінде айтылып жүр. Бұл қаланың орналасқан жері Іле өзенінің Ыстықкөлге құяр жерінде орналасқан. Саяси тарихы біздің заманымыздан бұрынғы 2 ғасырда үйсіндер күшті мемлекет болды. Ал 2 ғасырда үйсіндер Қытайдан толық тәуелсіздігін алды. Ал 4 ғасырда ғұндардың жеңген жужандардың қысымымен Тянь-Шань тауларына қарай қоныс аударды. Ғұндар мемлекеті. Біз алдыңғы сабақта айтқандай, ғұндар ерте көшпелілер империясының ең алғашқы мемлекетін құрған империя болып табылады. Жер аумағы оңтүстік Сібір, солтүстік Моңғолия аумағын мекендеді. Қоғамдық құрылысы жоғары билеушінің лауазымы Тәңірқұт болды. Қытайша транскрипциясы Шануй деп аталды. Оның көптеген атаулары болды. Оны аспанмен байланыстырды. Аспан ұлы, аспан мен жерден жаралған, күн және аймен тағайындалған, ұлы Шануй деп атаған болатын. Басқару жүйесі ең алғаш жоғарыда Тәңірқұт тұрды. Тәңірқұттан кейін кіші хандар тұрды. Ал кіші хандардың өзі империяның батыс, шығыс аумақтарын басқарды. Одан кейін кіші хандардан кейін 24 түмен басы тұрды. Яғни олар 10 мыңдық әскерді құрды. Бір түменде 10 мың әскер болды. Ғұндардың өзі 24 руға бөлінді. Оның әрқайсысында 24 түмен басы болды. Одан кейін 1000 басы, одан кейін 100 басы, одан кейін ондықтарға бөлінген болатын. Жалпы құрылтай жиналысы ғұндарды жылына 3 мәрте шақырылды. Ал адамдар мен мал санын есептеу үшін жылына 1 рет отбасылық кеңеске жиналды. Сонда ғұндар ерте көшпелілер империясын қалыптастырған, Орталық Азия жеріндегі империя дәрежесіне жеткен мемлекет болып табылады.